Сәлеметсіздер. 7-ші тақырып ASI моделінің қолданбалы деңгейінің протоколдары. Сұрақтар: гипертекст және веб беттері. Екінші сұрақ: HTTP сервер және клиент. Желі аралық өзара қарым-қатынасты ұйымдастыруға жеткілікті әртүрлі деңгей хаттамаларының келісілген жиыны хаттамалар арнасы деп аталады. Әр деңгей үшін жоғарғы деңгеймен байланыс үшін сұраныс функциялар жиыны анықталады, оны интерфейс дейді. Екі машинаның арақатынасы ережелері деңгейлердің әрқайсысы үшін хаттамалар деп аталатын процедуралар түрінде сипатталуы мүмкін. Желілерде кеңінен қолданылатын әжептәуір көптеген арналар хаттамалары бар. Бұлар әрі халықаралық және ұлттық стандарттар болып табылатын арналар. Әрі белгілі бір фирма құралдарының таралуы арқасында таралған фирмалық арналар, кең тараған хаттамалар арналары үлгісі ретінде Novell фирмасының IPX SPX-тегі интернет желісі және Unix операциялық жүйесі негізіндегі көптеген желілерде қолданылатын TCP/IP арнасы, стандарты бойынша халықаралық ұйымның ASI арнасы, Digital Equipment корпорациясының DECnet арнасы және тағы басқаларын алуға болады. Екі анысқан объектілермен қабылданған берілген жағдайда желідегі компьютерлермен жұмыс істеп отырған хаттаманың келісім болып табылатындығынан оның стандартты болуы міндетті емес. Бірақ іс жүзінде желілерді жүзеге асыру кезінде стандартты хаттамаларды қолдануға тырысады. Бұл фирмалық үлкен немесе халықаралық стандарттар болуы мүмкін. 80-ші жылдардың басында стандартизация бойынша халықаралық ұйымдар ISO, ITMT және басқалары желілер дамуында үлкен үлес қосқан модель құрылды. Бұл модель ашық жүйелер байланысының моделі Open System Interconnection OSI немесе ASI моделі деп аталады. ASI моделі жүйелер байланысының әртүрлі деңгейлерін анықтап, оларға стандарттық атаулар береді және әр деңгейдің қандай файлдарды орындау қажет екендігін көрсетеді. ASI моделі 70-ші жылдары көбіне ауқымдық компьютерлік желілердің құрылуы кезінде құрылған. Бұл модельдің толық сипаттамасы 100 беттік мәтінді орын алады. ASI моделіндегі байланыс құралдары 7 деңгейге бөлінеді. Қолданбалы, өкілдік, сеанстық, транспорттық, желілік, жолдық және физикалық. Әрбір деңгей бір желілік құрылғылармен байланысқан аспектілермен іс жүргізеді. ASI моделі операциялық жүйелермен, жүйелік утилиттермен, жүйелік аппараттық құралдармен, құрылған жүйелік құралдар байланыстарымен сипатталады. Модель соңғы қолданушылардың қосымша байланыс құралдарын енгізбейді. Өзінің қосымша байланыс протоколдарын жүйелік құралдарға үндеумен жүзеге асырылады. Сондықтан қосымша байланысы деңгеймен қолданбалы деңгейді айыра білу қажет. Сонымен қатар қосымша OSI моделінің кейбір жоғарғы деңгейлерінің функцияларын өзіне алу мүмкін. Мысалы, кейбір QBBJ файлдарға жойылған құралдардың қол жеткізуінен тұрады. Бұл жағдайда қосымша жойылған ресурстарға
қол жеткізе отырып жүйелік файлдық қызметін қолданбайды. Ол ASI моделінің жоғарғы деңгейлерін айналып өтіп, ASI моделінің төменгі деңгейінде орналасқан желі бойынша хабарларды тасымалдауға жауапты жүйелік құралдарды тікелей қарастырады. ASI моделінде хаттамалардың екі негізгі типі айырылады. Байланысты орнату Connection Oriented хаттамаларында деректерді ауыстырар алдында жіберуші және қолданушы байланысты орнатып, кейбір хаттамалар параметрлерінің таңдау қажет. Диалогты аяқтаған соң олар бұл байланысты айыру керек. Телефон бұл байланысты орнату негізіндегі байланыс мысалы. Хаттамалардың екінші тобы алдын ала орнатылған байланыс connectionless хаттамалары. Мұндай хаттамалар дейтаграммалық хаттамалар деп те аталады. Жіберуші хабарды тек дайын болғанда жібереді. Почта қорабына хатты түсіру бұл алдын ала орнатылмаған байланыс қатынас мысалы. Компьютерлердің байланысуында екі типтің хаттамалары қолданылады. ASI моделі ашық жүйелердің байланысының концептуалдық схемасы болып табылады. Ал ASI стегі хаттаманың нақты спецификациясын теруді көрсетеді. Басқа хаттама секторға қарағанда осы OSI стегі OSI моделіне толығымен сәйкестендірілген. Ол сол модельде көрсетілген байланыстың барлық 7 деңгейінің хаттама спецификациясын қосып алған. Төменгі деңгейлерде ASI стегі Ethernet, Token Ring, FDDI, ауқымды желілер хаттамаларын X25 және ISDN-ді қолдайды, яғни басқалар сияқты төменгі деңгейдің стектан тыс құрылған хаттамаларын қолданады. OSI стегінің желілік, транспорттық және сеанстық деңгейлерін хаттамалары әртүрлі өндірушілермен спецификацияланған және жүзеге асырылған, бірақ әлі аз таралған. OSI стегінің аса белгілі хаттамалары болып, қолданбалы хаттамалары табылады. Оларға жататындар файлдарды жіберу хаттамалары, FTAM, терминалды эмуляциялық хаттама VTP, анықтама бөлімінің хаттамалары X.500, электрондық почта X.400 және тағы басқалар. ASI стегінің хаттамаларын үлкен қиындықпен бір мәнділіктің болмауы спецификациясы ерекшелейді. Осы хаттамалары өз қиындықтары үшін орталық процессордың есептеу күшінің көп кетуін талап етеді. Сондықтан олар дербес компьютерлер желілері үшін емес, күшті машиналар үшін қолайлы. ASI стегі халықаралық өндірушілерге тәуелсіз стандарт. ASI эталонды моделінің деңгейлері мен функциялары. ASI хаттамалар арна мен OSI моделінің ажырата білу керек. ASI бұл келісілген хаттамалар арналарын құратын хаттамалардың нақты спецификациясының жиыны. Бұл хаттамалар арналарын ақш үкіметі өзінің GoSIP бағдарламасында қолдайды. OSI арналары басқа стандартты арналарға қарағанда толығымен ASI өзара әрекеттесу моделіне сәйкес келеді және ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделінің барлық 7 деңгей үшін спецификация қосады. Физикалық және арналық
деңгейлерде ASI арнасы Ethernet Token Ring FDDI спецификацияларын, сонымен қатар LLC X25 және ISDN хаттамаларын қолдайды. Желілік деңгейде хаттамалар байланыс орнатпай және де байланыс орнатылған кезде де іске асады. ASI арналарының транспорттық хаттамасы байланыс орнату және байланыс орнатусыз желілік сервистер арасындағы айырмашылықтары жасырады. Сондықтан қолданушылар төменгі желілік деңгейден тәуелсіз қажет қызмет көрсету сапасын алады. Транспорттық сервистің 5 сыныбы анықталған: қателерге төзімділігімен және қателердің кейінгі деректердің қалпына келуіне қойылатын талаптармен ерекшеленетін төменгі 0-ші сыныптан жоғарғы 4-ші сыныпқа дейін. Қолданбалы деңгей сервистеріне файлдарды жіберу, терминал эмуляциясы, каталогтар қызметі және почта кіреді. Олардың ең перспективтілері каталогтар қызметі стандарт X.500, электронды почта X.400, виртуалды терминал хаттамасы VT, файлдарды жіберу және басқару хаттамасы FTAM, қайта жіберу және жұмыстарды басқару хаттамасы JTM. Кейінгі кезде ISO өз күштерін дәп жоғары деңгей сервистарына жұмылдырылды. Компьютерлік желінің құрылымын ұлғайтқан жағдайда әр сегментінде әртүрлі топология және байланыс ұйымдастыруда түрлі желілік орта, компьютерлерде түрлі операциялық жүйелер, желілік құрал жабдықтар тағы да сондай түрлі өндірушілердікі болуы мүмкін. Алуан түрлі желілік құрал жабдықтары мен байланыс орталығы желі жұмысында қайшылық мәселелерді туғыздырмас үшін байланыс операцияларының орындалу нақты ережелері бойынша іске асуын талап етеді. Сондықтан желіні реттелген деңгейлер жиынтығы ретінде қарастыру ұсынылады. Ең төменгі деңгей физикалық, яғни аппараттық байланысты сипаттайтын деңгей болады. Бірінші, көп деңгейлі стандарт жобаланып 1978 жылы халықаралық стандарттар ұжымымен ISO International Standard Organization ұсынылған. 1984 жылы ISO және байланыс үлгісін жариялады. OSI эталонды моделі ашық жүйелердің өзара әрекеттеу моделі. Бұл модельде желілік функциялар 7 деңгей арасында қатысты таралған. Функцияларды шартты түрде 3 топқа жіктеуге болады. OSI эталонды моделінің деңгейлері мен функциялары. Әр деңгейдің мақсаты бір саты жоғары орналасқан деңгейге қызмет көрсету. Желідегі екі байланысып отырған компьютерлердің деңгейлері қабылданған ережелерге сәйкес әрекеттеседі. Байланысты реттейтін ережелер мен процедуралар жиынтығын хаттамалар протокол деп атайды. Мысалға, екі ел арасындағы елшілер қатынастары тек хаттамаларға сәйкес өткізіледі. Сол секілді компьютерлік желіде байланыс қатаң түрде ережелер бойынша жүргізіледі. Екі деңгей арасында интерфейс деп аталатын операциялық жиынтығы ұсынылады. Ол операцияларды төмендегі деңгей жоғарыдағы қатынасты орындайды. Желі архитектурасы. Деңгейлер мен хаттамалар жиынтығы желі архитектурасын құрайды. Архитектура сипаттамасы программистер мен желілік құрал жабдықтарды
жобалаушы мамандарына хаттама ережелерін дұрыс орындауына мүмкіндік беретін толық мәліметтер ұстауы міндетті. Деректерді желіге жіберу алдында пакеттерге немесе кадрларға, дестелерге бөледі. Дестелер қадамдап желінің барлық деңгейлерінен өтеді. Әр деңгейде оған дұрыс өтуіне септігін тигізген ақпарат жалғасып отырады. Ал қабылдаушы жағында десте барлық желінің деңгейлерінен өткенде сәйкес деңгейінде қажетті ақпаратты қалып отырады. Деректерді дестелерге бөлген кезде желілік операциялық жүйе әрбір дестеге арнайы басқарушы ақпарат қосады. Десте компоненттері 3 топқа жіктеледі. Тақырыпша, деректер, трейлер. Тақырыпшаға кіретіндер: дестенің жіберілген білдіретін сигнал, десте жіберушінің адресі, беруді теңестірген ақпарат. Деректердің өлшемі желі түріне сәйкес өзгеріп отырады. Трейлер мазмұны желі байланысу әдісіне немесе хаттамасына байланысты болады. Хаттамалар қызметі: желілік мәліметтерді жіберуге өз ережелері мен процедуралары немесе хаттамалары сәйкес келеді. Осылай анық әрекеттерді орындаған қатаң кезектілік сақталады. Сонымен қатар әрбір желілік компьютерде бірдей тізбекте орындалу керек. Компьютер жөнелткіште бұл әрекет жоғарыдан төмен бағытында орындалады, ал компьютер қабылдағышта төменнен жоғары қарай. Компьютер жөнелткіш хаттамаға сәйкесінше келесі әрекеттерді орындайды. Мәліметтерді хаттамалар жұмыс істей алатын, десте деп аталатын кішігірім бөліктерге бөледі. Компьютер қабылдағыш мәліметтер оған арналған анықтау үшін дестеге мекен жай ақпаратын қосады. Желілік адаптер тақшасы арқылы әрі қарай желілік кабельден өтетін мәліметтер дайындалады. Компьютер қабылдағыш хаттамаға сәйкес осы әрекеттерді орындайды, бірақ керісінше желілік кабельден мәліметтер дестесін қабылдайды. Дестені компьютерге желілік адаптер тақшасы арқылы жібереді. Дестеден компьютер жөнелткіш қосқан барлық қызметі ақпараттарды жояды. Бастапқы мәліметтер блогында біріктіру үшін дестеден буферге мәліметтерді көшіреді. Қосымша мәліметтер бөлігін қай нысанда қолданса солай жібереді. Егер мысалы екі хаттама мәліметтерді екі түрлі дестеге салып және ақпарат қосса, дестелердің тізбектілігі, синхронизация мен қателерді тексеру үшін, онда осы хаттамалардың біреуін қолданатын компьютер екіншісін қолданатын компьютермен байланыса алмайды. Хаттама стектері. Хаттама стегі, протокол стек. Бұл хаттамалар комбинациясы әрбір деңгей байланыс қызметін немесе оның жүйелігін басқару үшін әртүрлі хаттамаларды анықтайды. Әртүрлі өндірушілер шығаратын құрылғылардың әрекеттестік ережелерін сипаттайтын стек төменгі деңгей оси моделінің деңгейіне ұқсас болады. Ал жоғарғы деңгей қосымша интерпретациясы мен байланыс сеанстарын өткізу үшін ережелерді сипаттайды. Деңгей неғұрлым жоғарыланған сайын соғұрлым олардың шешетін тапсырмалары мен осы тапсырмаларға
байланысты хаттамалар күрделілігіне түседі. Қолданбалы деңгейі қолданбалы процестерге, желілік қызметтерге енуіне жол ашады. Арнайы хаттамалар арқылы пайдаланушылар желі ресурстарына енеді. Өкілдік деңгей, көрсету, ұсыну деңгейі, жіберілетін деректердің форматтарын анықтайды. Қолданбалы деңгейде пайдаланушы бір нысанда деректерді ұсынса, өкілдік деңгейде пайдаланушының көзінен тыс деректер стандартты желілік форматқа ауыстырылады. Осы деңгейде шифрлеу жұмыстарында орындалады. Сеанстық деңгей байланысты қосу, қолдану және ажыратуды белгілейді. Деректер ағымдағы кезек реттілігін басқаруды қамтиды. Көліктік деңгейде арнайы программалық құралдар көмегімен жоғары деңгейлерде деректер сенімді жеткізіледі. Желілік деңгей бірнеше желілерді біріктіру мақсатында көліктік жүйені құрайды. Ол желілер әртүрлі технологиялар мен топологиялары қолдануды мүмкін болса да, бұл деңгейдегі деректер дестелер деп аталады. Желілік және маршруттау хаттамалары анықталады. Дестелерді жеткізгенде желі нөмірі деген ұғым орын алады. Желілік хаттамалар дестелердің желі бойымен өтуіне жауапты, ал маршруттау хаттамалары желі аралық топологиялары турасында деректер жинақтайды. Бұл жұмыстар желілік операциялық жүйенің модульдері мен маршруттаушылардың программалық аппараттық құралдары қолданумен іске асырылады. Сонымен қатар, арналы деңгейде тек бір топологиялы желілер арасында хабарлар алмасуды жүктеп қызметін жеңілдетеді. Арналы деңгей желі түйіндері арасында хабарларды алмасу функцияларын ұсынады. Бұл жерде дестелерден кадрлар қалыптасады. Кадр басы мен соңына қателіктерді байқап, түзетуге бейімделген қызметші ақпарат қосылады. Деңгейдің қызметі желілік адаптермен оның драйверлері арқылы іске асырылады. Осымен лекциямыз аяқталды. Сау болыңыздар.